Yazında okul kurallarını aldı. Aynı şey psixologiялық дайынды шалбардың жақсы көріп тілеймін. Одан кейін бастаймыз. Одан жасай беремін, иә? Түсіндіре беремін. Sen nerede? Ama hocam benim nasıl söyledi? Çıkartın gelip koyuyorsun. Gösterdiğine kırdım. Tamam cevap verdi. Bir de tamam cevap verdi. Aynı falan var. Болды. Ben istiyorum. Ал енді барлық саламатсыңдар ма? Әдебиет оқу сабағы оқу құралдарында алып отырмыз. Қоңыраулашылар демалып алдыңдар. Енді әдебиет оқу сабағын сәл психологиялық ахуалды қалыптастырып өзіңіздер тиімді бала. Бұл үшін есіңізге бүгін жылы жүректер деген әдістеме алып келді. Мен сіздерге өзімнің қазір жылы жүрегімнен шыққан әдемі тілегімді айтамын. Олай болса, менімен бірге ыстық жүректен шыққан бүгінгі сендердің сабақтарыңа тілейтінім тілектерім балалар. Ең алғашқы тілегім сендерге арналған. Оқыңыз. Жарайсыңдар, тағы да мен сендерге тілеймін. Жарайсыңдар, білімге, жаңа білімге. Достым, келесі тілегім менің. Жарайсыңдар, келесі менің сендерге арналған жылы жүрегім. Міне осыны сендерге тілеймін. Қазір сабақта керемет нәтиже қол жеткізіңдер. Келесі жүрекші. Келесі. Мен сендермен шынында да мақтанамын. Оны жиі айтып отырамын, иә балалар сендерге? Келесі жүрекші де шыққан ыстық тілегім. Міне жылы жүректерге арнадым. Жүрегімді қаралауды осындай бүгін керемет нәтижеге қол жеткізіңдер балалар. Олай болса, үйге берілген тапсырма. Үйге қандай сабақ өтіп едік алдындағы сабақта? Үйге қандай сабақты берген едім? Мені қоршаған орта. Бүгін мені қоршаған орта. Олай болса, балалар, өткен тақырыпты пысықтау үшін мені қоршаған орта тақырыбында жақсылық тамшылары әдісі арқылы сұрайтын боламын. Жақсылық тамшылары әдісі арқылы сұрақтарға жауап беретін болса. Бірінші осы сұрақтарға жауап берейік, сосын барып мәтінді, өлеңіңізді, диқанжерді бір оқып бересіңдер. Келістікте олай болса, қазіргі сіздерге сұрағы автор жайында кім не біледі? Қол көтеріп жауап берген Маржан айтады. Өте керемет, жарайсыңдар. Тағы да автор туралы айтып кетеді Дина. 1942 жылы дүниеге 2017 жылы дүниеден асқан ақын жамбыл облысы Қожа ауданы Отырар станциясында керемет, отырар ойындар. Ал енді екінші сұраққа жауап береді. Адам жер бетінде не жасай алады? Адам жер бетінде не жасай алады? Nasıl? Arkadaşı cevap verir. Böyle okudu. Daha okudu. Bu da sonra orta da cevap verir. Adam gibi bir arkadaşlar. Her şey ben tasarladı. Uşakka değil, görme şimdi gözü tasarladı. Adamın kolundan değerli oldu. Nasıl? Birisi kafa. Sonra adam kolundan. Bir şey kalmışsa.
Ana cebetine zavod fabrikalar so'radi. Mashinalар жасайды. Yigit yigit mol bo'ldi. Тамаша. Келесі сұрақты оқып жауап беретін бала бар. Үшінші сұрақты оқып жауап беретін бала. Табиғат адамға берген Табиғат адамға дал. Қайыр. табиғат адамға көл, ден, су, және бүкіл Бәрін береді. Қандай кім айтады? Аянду. табиғат адамға негізін береді, ауыз береді, тағам береді, және Жақсы. Осылай адам жаратады деп адамның болмысы табиғаттан адам жаралған деп кетті ғой. Тағы да Ақжан. табиғат адамға өзінің жылуын аспан, көл аспаннан аласын береді. Жақсы. Ал енді балалар тамаша сұраққа жауап беріп жатсыздар. Мен сендерге бағалау парағын таратып қойдым. Бағалау парақшасы күнделік кезек деп аталады. Сендер жауап берген сайын өздеріңе бір балдан күтіп отырасыңдар. Жарайды ма? Олай болса бағалау парағын белгілеп отыруды ұмытпай. Енді төртінші сұрақ. Адам неге табиғат алдында қарыздар деп ойлайсың? Неге адам табиғатқа қарыздар? Табиғат оған бәрі су, тамақ. Одан адам табиғатқа қарыз болады. Тамаша жауап. Елдос одан кейін ары қарай жалғастырамыз. Табиғатқа өмір сүру үшін ауа берді, су берді. Сол үшін адам табиғатқа қарызы. Егіншілік дегенді қалай түсінесіңдер? Егіншілік дегеніміз не? Егіншілік дегеніміз бидай егіп, тоңыз суғарып, көптеген өсімдік егін егеді. Егін дегеніміз жерді өңдеп азық алу дегеніміз. Дұрыс айтасың, теңіз бөлуде өзіне керек азықтарды айтамыз. Егінші дегеніміз бала мамандық қой, ол адамға байланысты. Себебі егін жаңағы жерді қопарып, бидайын, арпасын, картоплын, сәбізін өсіретін адамды егіншілер дейміз. Дұрыс айтасыңдар. Енді соңғы сұрақ табиғат. Табиғатты қорғау үшін ағаштар, гүлдер өсіру керек. Жарайсың, өте жақсы. Көптеген өсімдіктерді жолмау керек. Табиғатты қорғауымыз керек, өсіп тастамауымыз керек. Жақсы, өте тамаша. Табиғаттың өзіне қорғау үшін мына қызыл кітапқа енгізу керек. Өсіріп және ағаштарды кесіп, өсімдіктерді аяусыз өсірмей, ағаштарды өсірмейді. Жарайсың. Жарайды. Өте жақсы, тамаша балалар. Енді балалар, осы дихан жер мәтінін кім маған оқып береді? Дихан жерді оқып береді. Аян оқып қой. Дауысын шығарамыз, Аян. Мама қандай бұлттамыз. Болды, ары жалғастырады. Шырмен көріп алайық. Бұл жүректі адамдар, бұдан өскен қалдыңдар, еңбекті жағыңдар. Бұл қойын бұғын, Болды, көріп алалар. Сол жүректі адамдар, мынау өскен сарымсақ, еш шығардың барынша, еңбек қойды мұнытып, шығын бұлар күнітін. Жүректі адамдар, мынау өскен бұсандар, бұсандар, егіп қойды мұнытып, жерді бұлар күнітін. Қош еңбек қорғалар, өткізсе де адамдар, жерді қажет алар әр, өсімдікті табар әр, қолданып амалдар ташпан ғой адамдар. Керемет. Сонда адамның қолынан дәл шынында да ұшақ салса, жаңағы шындақта машинаны құрастырса, болса адамның біріншісінде жалғыз салса тіпті де
адам танышқан. Осы адамдар. Жарғайсына үй тапсырмасына өте жақсы дайындалған екенсіңдер. Олай болса, жаңа тақырыпқа назар аударайық балалар. Жаңа тақырып. Бүгін балалар Қазақстан көлдеріне саяхат жасаймыз. Қазақстан көлдеріміз жалпы көл дегеніміз не? Қазақстан көлі дегеніміз не? Қазақстанда қанша көл бар? Білеміз ба? Енді көл деген тақырыпты біз бұрыннан білеміз, көл дегеніміз не? Өзбекстан кім айтады көл дегеніміз не? Аяру? Суға толған табиғи шақтар. Ол оның ішінде өзен аққан суық болады. Көл дегеніміз не? Айта ғой. Көл дегеніміз дөңгелек болады, ол жаңбырдан немесе қар еріген сол кезде су жиналып сол көлді береді. Жақсы. Тағы да көлдерді әділетсіз Ол табиғи жолмен пайда болады. Көл ағынды су емес, ол өзінің табиғи жолмен пайда болады. Тамаша. Дұрыс айтасың, Алтай. Көл дегеніміз жердің ойысыды. Көл жердің табиғи суымен де толығады. Енді Қазақстанда балалар ірілі ұсақты 48 мыңнан астам көл бар екен. Қазақстанның тіпті Жамбыл облысында да балалар, біздің Жамбыл облысында да көлдер өте көп екен. Міне Жамбыл облысы, біз Талас ауданында тұрамыз, сіздің кішкентай ауданда да Билік көл, Ала көл, тағы да қандай көлдер бар? Қандай? Жаратар көл, қандай? Тоз көл дегенде біздің шансқалап келіп, қалыңызда жатар екен. Міне, кішкентай көлдер біздің Талас ауданының өзінде көл бар екен. Ал енді Қазақстанда ойлаңдаршы, Қазақстанда мұнда қанша көл бар екен? Ірілі ұсақты 48-ден астам көлдер бар екен. Қазақстан көлдері білесіңдер, Қазан сияқты шұңқыр жерде ойыста орналасады. Өзен деген ол ағып жатады, таулардан өзен ағар, қартыраған дегеніміз ғой. Бұл ақпай, бұл өзен, бүкіл жер астының астынан, болмаса жаңа айтып жатқан өзендердің жаңа тарылуынан шұңқырланып сол жерде жиналып қалғанды біз көл дейміз. Көл бір жаққа қарай ағып кетпейді, болмаса сіңіп кетпейді. Ол өзі жердің бетінде өзі ойған жасап тұратын нәрсені. Ірілі ол жерде міндетті емес, көлемі үлкен болуы, ол жерде кіші көлемі көлде бар екен. Енді біздің Қазақстанның ең үлкен көлдердің бірі Балқаш көлі дейді. Балқаш көлінің ұзындығы өте үлкен аумағынан алып жатыр. Қандай көлдер бар екен? Сырдария көлі бар екен. Ары қарай қандай көлдерді айтарық көптісінер. Аха, одан кейін балалар Қазақстан көлдері 3 түрге бөлінеді екен. Айтайықшы, қалдық көлдер, яғни олар неден қалып кетуі мүмкін. Бір жаңағы нелерде, бана айтып ғой, өзендердің тарылуынан, неден тарылып, ойпан қалып қалған көлдер де бар екен. Қалдық көлдер дейміз. Сосын қандай көл бар екен балалар? Ондайда көлдер бар екен. Одан кейін балалар қандай көл бар екен? Я. Ұсақты 48-ден астам көл бар екен. Көлдің басқа жалпы нелерден айырмашылығы көлде балық болады екен. Өйткені ол жерде көл тұсында бір ғана өзен ғой. Сондықтан балығы болады екен. Көлде адамдар көп мақсатпен пайдаланады екен. Тіпті бізде Көктал көлі де бар ғой, бізде барған Көктал көлі де бар. Ол жаққа адамдар барады, шомылуға барады, тағы да неге барады? Дем алуға барады, дұрыс айтасыңдар. Ары қарай, енді балалар кітапты ашқанда, осы Қазақстанның көлдері тақырыбында бізге екі өлең берілген. Қанша өлең берілген? Бұл жерде балалар Балқаш көлге барады, көл деген нәрселер біліңдер. Олай болса, мен сіздерге балалар қазір кішкене ғана осы Балқаш көлге барады, осыны көрсеткім келіп отыр. Сәл ғана экранға назар аударыңдар. Балқаш көлге барайық. Балалар. Бәріміз неге қарайық? Балқаш көлге барайық. Балқаш көлге барайық. Балалар. Қатар басып, бара. Балығы тайдай тулаған.
Бакасы койдай шуулаган. Балкаш көлгө барайык. Балыгын устап алайык. Суына салкын түсейик, көбүдей көп-көп писейик, күн шуакка жатайык, көп кызыкка батайык, ән салып, өлең айтайык. Ауылга сүйтүп кайтайык. Көбү агачтан жасалган. Болды. Көрдіңдер, енді осыны балалар өзіміз оқып көрейік. Бәріміз. Оқиды. Жақсы. Оқиды. Алғаш көруге барайық, балалар, балаға тайдай қинаған, қанша тайдай сынаған. Алғаш көруге барайық, балығын ұстап алайық, суына салқын түсейік, көбірек көккөк түсейік. Болды. Ақшаңыздар айтатын расыл. Балалар, қатар басып бара-бар, балығын тайдай сулаған, бақасы қойдай сулаған. Алғаш көруге барайық, балығын ұстап алайық, суына салқын түсейік, көбірек көккөк түсейік. Күн шуақта жатайық, көп қызыққа батайық, ән салып өлең айтайық, ауылға сүйтіп қайтайық. Жақсы. Енді балалар, мен сендерге осындай керемет өлеңнің авторын таныстырғым келеді. Бұл өлеңнің авторы балалар. Осы автор туралы экранға назар аударғанда автордың өмірінен сәл ғана бейне үзінді танып көрейік. Олардың оңтүстік Қазақстан облысы деген ауданы Жауызалы жолында өмір болды. Алтынның үйренкелі тартақтағы жатып болды. Ол томалжақтың шығармалары негізінен балаларға арналды. Экология, бірінші облыс Астана. Жақсы, өте жақсы балалар. Енді балалар, Өтебай Құманжанов балалар 1905 жылы келген. Ол ақын. Қазір не келген екен? Ақынның нешеге жуық өлеңі бар? 20-ге жуық өлеңі бар екен. Ол көбіне қандай шығармамен айналысқанын атады? Яғни бала деп отырған ол кім? Сендерге арнап өлең шығарғанды өте жақсы көреді екен. Оның өлеңдері небір қайсар екен? Сендерге арналады екен. Ал енді бұл өлеңнен сендер балалар. Мектепте теңеу сөздерді кездестірдіңіз ме? Мектеп дегеніміз не? Теңеу дегеніміз не? Білесіздер ме балалар? Мектеп дегенді кім айтады? Мектеп дегеніміз не? Әдебиеттерінде қандай деген сұраққа жауап береді? Дұрыс, жарайсыңдар. Сондай қандай деген сұраққа жауап беретін сөздер бар ма осы сөздерде? Балалар, қандай сөздер? Айта қояйықшы. Қандай сөздер? Қандай сон? Қандай? Балығы пайдай деген, иә? Қандай? Бақасы қандай? Баға қойдай болады ма? Жоқ, бірақ соған қойған не істеп тұр? Ал теңеу дегеніміз не? Қандай деп теңеу дегенімізді? Теңеу дегеніміз не? Айта қойып. Теңеу дегеніміз. Мысалы, балықтай, маржандай, найзағайдай деп не істейміз? Теңейміз. Осы жерде қай сөздер жаңа теңелген болып тұр? Дай, дей деген жалғаулар. Қайсында жалғанып тұр сол жерде? Тамаша, тамаша. Ал олай болса, балалар, екінші өлеңмен танысаңыз ба? Өлеңді ашыңдар, екінші өлеңді бірінші экраннан тамашалаңдар. Жатыр әсем көл тұнып, көзіндей жас ботан. Құшақтаймын толқынын, қуанышқа батам. Қарап отырсыздар. Өзін содан көреді. Болды, ары қарай кім оқиды? Аян. Uzun aldı, camlara, usta ışık gelirdi, ölümsüzü, gündüz, bu basmandı şolardı. Болды. Қайтадан тыңдаймыз. Қосылардай жамырап, ұстап ұшып келеді.
Күлімсіреп күн күндіз, көк аспанды шолақ. Кешке қарай көп жұлдыз кетіп, Болды, ағай кешке қарай қатты айқайламаймыз. есіне қалар. Мгм. Әлдилейді майда жел, таң нұрланып ата. Көрмені таң нұрланып жатады. Тербетіліп айнакөл, Тербетіліп жерде айнакөл, аунап жатады. Жерге аунап жатады. Міне, бұны жазған автор кім болар? Ал өзіміз бір оқып көрейікші, қайтып басынан бастап. Мен сіздерге дауысын басып қоямын ба? Кейінесі жүріп жатады. Келісіп пе? Аға, олай болса, қазір қадіріңіз балалар. Ал оқиды қосымша Сақтаймын толқынын, қуанышқа батар толқынын, қуанышқа батамын. Жағадағы қалқырақ өзі соған көреді. Бұзылардай жамырап, құстар ұшып келеді. Күннің сөрі, күнкөмбіз, көк аспанды шолады. Ішкі қарайтын жұлдыз, үстіне қонады. Әлде дейді майда жел, таң нұрланып атады. Тербетіп айнакөл, жерде аунап жатады. Маша. Дауыстарам. Қуанышқа батамын. Әлемдейміз. Жағадағы қалқырақ өзі соған көреді. Бұзылардай жамырап, құстар ұшып келеді. Көк аспанды шолады. Кешке қарай көп жұлдыз күндізіне қонады. Жарайсың. Жақсы, олай болса қайтадан сабағымызға өтейік балалар. Енді балалар ақынның екі өлеңімен де танысып алды. Я, олай болса жұптық жұмыс жасайық. Екі өлеңнің ұқсастығы бар ма? Екі өлеңнің айырмашылығы неде? Бірінші Балқаш көлге барайық өлеңі не туралы? Одан кейін көл, ол жерде қандай себептер бар? Және ұқсастығы сендер үшін екі жұптасы осы мені толықты. Жарайма. Ал олай болса екі-үш минуттарың бар. Тез-тез жұптасып, ақылдасып, өлеңнің айырмашылығын ұқсастығын табыңдар балалар. Олай болса кім сөйлейді? Білді ма? Ал Адина мен Ислам бірге тұрамыз. Біреу бір жақ, біреу бір жақ оқисыңдар.
Екеуінің ішінде бір канал айта қойды. Біріншісінде қаншамен кездесіп тұр, екіншісінде тоқтар. Қандай? Қайдай? Ал екіншісінде қандай? Қозғалады. Жақсы, ары қарай айта қой. Екеуінде теңеу бар. Жақсы, ары қарай. Ол қайтады сол жолды. Отыра қой. Келесі. Айта қой. Gəlməlisiniz, ötə жақсы. Айта қой. Екеуінің несі, оқсаңыз бірінші несін, екінші несін. Бала тыңдады, теңестерді жаңағы жолмен толықтырып, осындай балығы бар деп толығымен жазғандар бар ма осы жерде? Толық несімен? Кім жазды? Тағы да Димаш оқи қой өзіңді. Димаш? Жансеріп, жалда. Жақсы, отыра қойды. Ал енді балалар, жалпы экология дегеніміз не екенін білесіңдер ме? Экология дегеніміз не? Эко дегеніміз не? жеке организмнің өзара қарым-қатынасын, қоршаған тіршілік ортасын, мекенжайын себептер танылған. Эколог қоршаған ортаны қорғайтын. Эколог қоршаған ортаны қорғайтын маман. Жақсы, өте жақсы. Тамаша. Ал олай болса, сұрақтарға жауап берейік осы жерде. Осы экология бойынша несілерге қазір қатар бойынша топ бойынша жауап бересіңдер. Бірінші топ тұтынушы, яғни сендер тұтынасыңдар, табиғат ресурсын, осы табиғаттағы барлық нәрселер. Екінші топ эколог сияқты қорғаушысыңдар, қалай. Ал сендер таза экологсыңдар, кәдімгі табиғаттың жанашырсыңдар. Сендерге осындай тапсырма, осы көлді тұтынған адамдар, тұтынушылар не істейді? Сендер сол жауап беріңдер, көлді қалай тұтынғанын. Ал сендер сол тұтынғаннан қалған халықтар қалатынын айтамыз. Одан кейінгі эколог оны қалай қорғайтын жолын тапып шығыңдар. Келіспе? Олай болса бір уақыттары бар, ақылдасып қалыңдар. Сендер көлді тұтынған адамдарды сұрай келді, көлге барғандар, көлге адамдар қалай тұтынған дейді. Ал сендер эколог мамансыңдар, көл жанашырларысыңдар. Oldu. Al. Қолданушылар жауап береміз. Не істеп қолданасыңдар? Біздің өзен көздер су ағындары жылдан суды қалай қолдану керек? Қолдану керек емес. Сөзді тұтынушысыңдар. Ал бастайық. Пайдаланушылар балығын жейді, суын ішеді. Айта ғой. Шомыламыз.
Жейсі тағы ал кім тастап не істейсің? Жағасына барып демалып шымалып қалыптарды тастап. Не істейсің? Жақсы. Не деген? Олар барды, қалыптың бәрін тастады, ішті, шомылды, кірін бәрін тастап кетті. Ал қорғаушылар сендер не істейсіңдер көлден көлді? Қалай қорғайсыңдар? Жалпы әшін. Қорғаушы сақшысыңдар. Ал Біздің қаламызда экологиялық мәселелер пайда болатын болса, мысалы, көлдер ластанатын болса, олардың қоқыстарын, қалдықтарын жинап, жемейтін едім, және жануарларды қорғайтын едім. Тағы да өзенге бардыңдар, жан-жағын бәрі лас болды, не істейсіңдер? Жатыр, мусор жатыр, қоқыс жатыр. Кетер едім ба? Жақсы, ары қарай екінші тағы да не істейсіңдер? Барлығын отын жаққан, күлін бәрін тастап кеткен қорғаушылар қорғаймыз ба? Ал эколог мамандар келді, осы тұста. Ал эколог мамандар сендер қалай көмектесесіңдер бізге? Жансерік, эколог Біз жаңа заңдар ашамыз. Қорғау ережелерін салыстырасыздар ма? Қоқыс тастауға тыйым салынады. Дұрыс ойлағың тағы да. Тағы да Балаларға өзара шектеу қойылған болады, иә? Ал Адина, сен қалай ойлайсың? демалуға барған кезде өздерінің қоқыстарын жинап кетуі мен айтамын. Сосын ол жерден балық аулауға болмайтынын айтамын. Тыйым саламын. Балық аулау жейміз ғой, не істейсіңдер? Балық аулау деп айтамыз. Балық аулайтын үйдің мамандықтары Ауласы дейсің, иә? Жақсы, эколог барып судың деңгейін тексереміз дейді. Ал Нұркен, сен не еттің деп тұр, айта қойшы. балалар суға үшін суы. Жақсы, тағы да. Ал Нұрасыл, экологсыз мамансың, сен қандай барасың? Енді мусор жинағыштар мусорларын жинап кетіпті. Судың қаншалықты лас екенін біліп көріп тексере аласың ба сен сол кезде? Біз егер адамдар қоқыстарды тастап кетсе, біз оларды жинаймыз, және де ластану себебін жоюымыз керек. Ластану себептерін анықтап, және оны ескерту арқылы жоямын дейді. Тағы да ислам Жаңадан заң ашамыз. заң шарасында. Тағы да. Жақсы. Сонымен экология дегеніміз не екен? Ал эколог деген не екен? Экология дегеніміз не екен? Айта қойшы, Димаш. Бірінші баспана уағыз іліп, жеке организм өзара қатынасын ошаған көршілер ортасының екеуімен байланыстырып Тамаша. Ал эколог дегеніміз не? ошаған қолдайтын маман. Маман негізінде. Экологта деген маман бар екен. Ол жаңа айтып тұрған қоршаған ортаны қорғауға бәрін салады екен. Мысалға, ол өзен көлдерге барып зерттеу жүргізетін болса, қаншалықты деңгейде ластанып жатқанын айтып табылған, өзен көлді тазартатын, өзінің фильтрлері бар, болмаса жаңа таза болатын жаңағындай ұнтақтарын сүйіп, соны тазалап отыратын адамды кім дейміз? Эколог ол кәдімгі мамандандырылған, оқыған, қаншалықты пайызға кірмегенін, қаншалықты пайыз оны қорғау керектігін айтатын, өзінің нақты цифрлармен жүретін эколог екен. Ал енді балалар, өзен көлге бармайды емес, барамыз. Сонда өзен көлге барғанда не істеуіміз керек екен? Балығын аулап сүйейік, суына түсейік, демалайық, бірақ артымызды үйлерді лақтырым ауызсала. Үйлерді жаңағы өзінің ішіп қалған мусорын суға лақтырып жатады, су көздерін не істеп жатады? Ластап жатады. Олай болса бүгін сабаққа жақсы қатысқан оқушыларды бағалаймыз. Балалар, айтыңдаршы, кімде қанша бал болып тұр? Сол балдарды мен қазір сендерге қойып беремін. Бірақ бүгін сабаққа өте белсенді қатысқан Адина, Алтан, Елдос, Бауыржан, Асылан, Нұрасыл жақсы қатысты. Мына жақта Ислам қатысты. Тағы да жақсы қатысқан бізде
аян оқыды бірнеше рет. Үйге тапсырма алыңдар балалар, үйге тапсырма балалар. Екі өлеңді оқып, мәнерлі қалаған өлеңдерді жаттайсыңдар. Одан кейін балалар өзіңнен баста тақырыбында үйге қысқаша ойларыңды жазып келесіңдер. Өзіңнен баста деген, яғни тазалауды, жинауды, өзен көлдерді, жалпы табиғатты қорғауды өзіңнен баста тақырыбында не жазып келеміз? Қысқаша ойларыңды жазып келеміз. Үйге тапсырма түсінікті болды ма? Ал олай болса, балалар, кері байланыс. Бүгінгі сендерге сабақтың ұнаған, ұнамағанын ашық хат ретінде маған жазып бересіңдер. Мен қазір сендерге стикер таратып беремін. Болмаса алдарында тұрған нәрсеге не істей беріңдер? Жаза беріңдер. Бүгінгі сабақтың қаншалықты сендерге ұнамағанын не істейсіңдер? Жазып бересіңдер. Ашық хат. Бүгін сендерге тақырып ұнады ма? Тақырыптың мақсатына сендер жеттіңдер ме? Көлдер туралы көп ақпарат алдыңдар ма? Солар туралы өздеріңмен не жазып бересіңдер? Аңшы хат жазып бересіңдер. Сонымен біздің сабағымыз аяқ кері байланыс. Сабақтың қаншалықты түсінді? Ашық болды. Onu yazıp verildi böyle.